Қазір бізде бүгін 1 сәуір, білесіңдер, үлкен мейрам, да? Бүгін біздер құстар күні. Давайте қазір құстардың ерекшеліктерін еске салып өтейік. Жіберіңіз. Құят, тынышталайық. Сәуір, құстар күні, құстар дегенің табиғат көркі, систематикада қордаты типі, омыртқалылардың ұшатын өкілі, қауырсын қаптаған оның денесі, құрғақ әрі жұқа құстың терісі, құйымшақ болмаса өте аз бездері, мышығы құстың мінезі күрделі, пневматикалық, жеңіл сүйегі, арқа 8 көз, белі бірікті, бас сүйегі де жіліншіккейі, көпшілігінде төс, қыртөс түзеді. Қанат қайналған алдыңғы аяғы, көпшілігінде 3-4 саусақты, өкпесінде бар ауа қапшығы, қосарлы атау, тыныс алуы. Қолдарымызды көтерейік, бәріміз бірге ұстаңыздар. Қолдарымызды. Доғасы, жылы қандоның температурасы, түстер жойылып, тұмсық дамыды, ұшатындықтан жойылған қуығы, көбейгенде құс іштүйрықтанады, аналықта жоқ, оң жақ жыныс безі, әкті қабықты, жұмыртқа салады, қызылшаққа және ширақ балапаны, жақсы дамыған, ұрпаққан қорлығы, аталық жыныс гомогаметалы, дегенмен болмайды, сезім мүшесінен көзі қырағы, пингвин түйеқұс, құртөс тармағы, биосферада үлкен маңызы, археоптерикс, құс ата тегі, орнитологтар, бұл құстар күні! Қолдарымызды көтерейік! Официально сказать о начале внутришкольного конкурса биологических песен на казахском языке. Все работы можете переносить в кабинет 320. Спасибо за внимание.